Армысыздар, құрметті өнерсүйер қауым. Ақпараттық бейнеролигімізді Фариза Оңғарсынованың өлеңімен бастайық. Түрінай текеметтің асылғандай, үңілдім үнсіз ғана басымдалмай. Келе ғой қошақаным өзіме деп, әжем кеп, сипағандай шашыма жай. Күйімді кешсеңдер-ау сол беттегі, тұрғандай ана көңіл тербеп мені. Жан бітіп жайраңдады жан-жағымнан, қазақтың қошқар мүйіз өрнектері. Ою қазақ тарихының бір бөлігі. Қазақ халқының ұлттық ою өрнектері туралы ақпараттық бейнеролигімізді бастауға рұқсат етіңіздер. Қазақтың ұлттық ою өрнегі қазақ жері мекендеген көшпелі тайпалар өнері әсерімен ғасырлар бойы қалыптасып, белгілі бір жүйеге келген ою өрнек түрлері. Қазақ оюы, қазақтың ою өрнегі, үй жиһаздарын, сәндік, тұрмыстық бұйымдар мен киімдерді нақыштап безендіруге қолданылатын өрнектер. Қошқар мүйіз 4 тармақтан құралып, ортасы айқыш тәрізді болып келеді. 4 құлақ өрнегі кебеже, жүк аяқтарды безендіруге кеңінен қолданылады. Қос мүйіз ою өрнегі қойдың, ешкінің, сиырдың 2 мүйізін ғана бейнелейді және кейде ырғақ, кейде ілмек деп аталатын оюларды қос мүйіз деп атайды. Қазіргі кезде қос мүйіз ою өрнегін сәукелеге, айыр қалпақтың төбесіне, шетіне, қамзолдың алдыңғы жағына, етіктің қонышына салады. Арқар мүйіз деп аталатын ою өрнек қойдың мүйізін бейнелейтін оюдың түрі. Бұл элемент қошқар мүйізге өте ұқсас, бірақ оған қарағанда шиыршықтанып, тармағы одан көбірек болып келеді. Қырық мүйіз ою өрнегі біріне бірі жалғаса тармақтала қосылған мүйізден құралған ою өрнектің бір түрі. Сынық мүйіз ою өрнегі. Бұл ою өрнек кілемдерді, шилерді, басқұр мен алашаларды, сондай-ақ әртүрлі қалталарды безендіру үшін пайдаланылады. Ал сырт көрінісі малдың сынған мүйізіне ұқсайды. Өркеш ою өрнегі түйенің қос өркешін бейнелейді. Сырмақ, текемет, түскиіздерге салынатын ою өрнек композициясында көбірек кездесетін элемент. Түйе табан ою өрнегі түйенің басқан ізін айқындайтын күрделі ою өрнек. Ол кейде қарта, қарға, қызылайыр ою өрнегіне ұқсайды. Тұсқанат ою өрнегі мүйіз оюымен не шахмат шақпақтарының ізімен бейнеленген құс қанаты тәріздес ою өрнек. Ал бұйымдарда көп қолданылатын бұл ою қанатын жайып ұшып келе жатқан құсты тұспалдайды. Осымен қазақ халқының ұлттық оюына арналған ою қазақ тарихының бір бөлігі атты ақпараттық бейнеролигімізді аяқтаймыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.